Бәріңізге ассалаумағалейкум. Сіздермен керек арнасы. Істі кейінге қалдырумен күресудің 4 жолы. Істі кейінге қалдырудың себебі тереңде жатыр. Видео басталмай тұрып, біздің арнаны қолдап, лайк басып, өз пікіріңізді қалдыра кетіңіздер. Адамзаттың 95% істі кейінге қалдыруға бейім келеді екен. Ал күнделікті әдетке айналдырудың салдарынан ауруға шалдығады. Бірақ көбі біле бермейді. Психотерапевт Бақытгүл Манасова былай дейді: прокрастинацияның себебі көп, бірақ шешімі де жоқ емес. Алдымен себебін анықтау керек. Прокрастинация дегеніміз не? Психологияда прокрастинация істі кейінге қалдыру. Себебі адам психикасы кез келген қиын істен қашуға бейім. Сылтаурататынымыз содан. Бұл қасиет барлық адамға тән. Көбі жалқаулықпен байланыстырады. Десе де күнделікті бұлай істеу психологиялық дертке әкеледі. Оған шалдыққандарда прокрастинатор дейді. Ересектердің 20%-ында кездеседі. Бұл еріншектік емес. Енді прокрастинациямен қалай күресу керек? Бірінші, дедлайн қосу. Іске кіріспес бұрын тапсырманы аяқтайтын уақытты белгілеңіз. Сол уақытта орындайтын болыңыз. Екінші, жоспар құру. Ертең орындауыңыз керек жұмысты рет-ретімен қағазға түсіріңіз. Орындалған соң белгі қойыңыз. Бұл әдетті қалыптастырсаңыз, өміріңізді қадағалай аласыз. Қағазға жазылған дүниелерді ми орындауға тырысады. Үшінші, тапсырманы орындауға келіспес бұрын қолыңыздан келе ме жоқ па анықтап алыңыз. Егер тапсырманы орындау қиынға соқса, көмек сұрап, шешімін табыңыз, бірақ кейінге қалдырмаңыз. Төртінші, бөліп орындау. Жоғарыда айтқанымыздай, тапсырма ауыр болғандықтан оны кейінге қалдырады. Сондықтан жеңіл деңгейден бастаңыз. Мысалы, кітап оқу керек болса, бастапқыда күніне 5 бет оқимын деп қана жоспарлаңыз. Енді тапсырма жеңілдеді. Осылайша сіз істі кейінге қалдырумен күрес алады екенсіз. Ал сіз жұмысыңызды көбінесе ертеңге қалдырасыз ба? Төменде пікірмен бөлісе кетіңіздер. Әрбір ісіңізге сәттілік тілейміз.